Ілияс Есенберлин, ғашықтар, 8-ші бөлім. Мен мезгілсіз өлген адамды өте аяймын, деді ол. Әсіресе әйел жынысты болса. Неге, дедім мен. Еркек әйеліне өлген соң бәрі аянышты. Жоқ, әйелдің өлімі ерекше, деді ол. Әйел жалғыз өлмейді. Өзімен бірге бірнеше адамды ала кетеді. Мүмкін олардың ішінде Пушкин, Гете, Шекспир, Ньютондар болуы. Еркекше, тұқымсыз бидай шыға ма? Осы бір көңілсіз әңгіме бұдан 4 жыл бұрын болған. Өзіңмен бірге оқитын Марика деген Украина қызы екеуміз анатомиялық мұражайға барғанбыз. Екеумізге гипстен қарт адамның маңдай әлпетін мүсінге түсіру тапсырылған. Анатомиялық мұражайда іздеген адамымыздың бейнесін тез-ақ таптық. Келе жатқанда өліктер жайын әңгіме еттік. Жоғарыдағы сөздер сонда айтылған. Неге екені белгісіз, сондағы осы әңгіме менің есіме әлсін-әлсін түсе берді. Қазір мен ұлбосының табытының жанында тұрмын. Оң жағымда Шерубай, сол жағымда Кәріпжан. Табыттың ар жағында бізге қарама-қарсы Аяужан, Алтынай, Асылхан. Бұл біздің ұлбосымен ақырғы қоштасуымыз. Ескендір Зұлхарнайын ажалдың таяғанын сезіп, анасына хат жазыпты деген аңыз бар. Атақты жиһангер өзінің хатында анасынан аймағындағы бүкіл аш-жалаңашты шақырып, садақа ретінде асқа тойындыруды өтініпті. Тек бұл асқа туған туыстары, қаза болмаған адамдарды шақырмаңыздар депті. Ондағысы өлімсіз жан жоқ екеніне көзі жетсе, менің қайтыс болғанымды анам аз да болса жеңілірек қабылдар деген үміт екенміз. Расында, өлімге кім қарсы тұра алады? Одан кім қашып құтылады? Қазақ тумақ бар болса, өлмек те бар, дейді. Атақты Сократ жас баланың өмірге алғашқы аттаған адымы, өлімге алғашқы аттаған адымы демей ме? Одан ешкімге қашып құтыла алмайды, бірақ өлім қашан да болса ерте. Әсіресе ұлбосын секілді жасқа. Ол қазір қызыл шүберекпен көмкерілген ағаш табытта жатыр. Ішкен дәрінің зардабы ма, әлде өлген адамның бәрі осылай өзгеріп кете ме? Өңі сәл сарғылт тартқан. Жайшылықтағы шиедей боп, адамды қызықтырып тұратын дәнді еріндері қазір боп-бос, суға салған көн тәрізді. Осы ыстық ерін емес пе еді мені талай рет құшырлана сүйген? Қазір мәңгі жұмылған анау үлкен қоңыр көздер емес пе еді қуаныш сағаттарында маған еркелене құмарлана қараған? Қайда енді солардың жүрегіңе мәңгі сөнбестей шоқ тастаған құдіретті күштері? Ұлбосынға деген өмірдің сөнуімен бірге маған дегенде бар қасиетінің сөнгені ме? Иә, солай тәрізді. Өйткені өмір мен өлім ежелгі жау. Бірі тұрған жерде, бірі тұра алмайды. Мәңгі алысып өтпек. Бірақ өлімді қашанда болса өмір жеңеді. Өлімнің қайғысын өмірдің қуанышы жұбатады. Мен енді амалсыз ұлбосының бас жағында тұрған Аяужанға қарадым. Менің көз алдыма дәл осы сәтте ұлбосын мен Аяужан қатар түсті. Бірі өлім, бірі өмір секілді. Бірі маған деген өзінің қуанышын қабіріне бірге әкетіп тұрған тәрізді. Өлімді өмір жеңеді деген осы емес пе? Өмір қуанышы ұлбосынға таусылғанмен, маған әлі таусылмаған, менің алдымда сан алуан қуаныш қызық бар. Осындай шешімге келу мұң екен, өн бойымды басқа бір ауыр сезім билеп кетті. Кенет өзіме өзім тек өмірден қуаныш қана іздейтін бір арсыз жандай көріндім. Сол-ақ екен, көңілім бұлқан-талқан бола қалды. Расында да, мен сондай опасыз жанмын ба? Солай секілді. Әйтпесе ұлбосының қайғысын Аяужанның қуанышымен жеңдірмек болғаным қалай? Мен қайтадан Аяужанға қарадым. Осынау опық жеген жүрегімнің түбінен Аяужанға деген бір жылы сезім мені тағы билей жөнелді. Жоқ, ұлбосын табытының басында да менің Аяужанды ойлауым, оның болашақ қуанышын өзімнің қиналған сағатымда да медеу етуім. Бұл менің өмір сүйгіш арсыздығымнан емес, оған деген махаббатымнан туып тұр. Мен ұлбосынға да адалмын, Аяужанға да адал боламын. Өмір қуанышын өлімге жеңгізбеу, бұл да адалдық. Осы кезде зауыт гудогы сағат 2-ні шақырды. Жанымда тұрған Шерубай басын көтеріп, табытты шығарайық деді. Шерубай, Кәріпжан, Асылхан, Әбілқас және емхананың бір санитар жігіті алтауымыз табытты көтеріп, сыртқа алып шықтық. Есік алдында тұрған кілем жабылған жүк машинасының үстіне қойдық. Жаңа ғана байқадым, ұлбосынды жерлеуге жұрт әжептәуір жиналған екен. Қоштасу гүлін алып бұрынғы қызмет істеген жерінен бір қауым кісі келіпті.
әйел еркегі аралас емхана қызметкерлері, Шерубай мен менің таныстарым Аяужанның серіктері. Осында танымаса да өлікті шығарып салуды парыз көрген бірен-саран бейтаныс кемпір-шал, қартаң адамдарда көрінеді. Емхананың салқын коридорында емес, дала шыжып тұрған ыстық екен. Үстіне қара киінген адамдарды тіпті күйдіріп әкетіп барады. Табытты қойысымен машина қозғала бастады. Біз соңынан еріп келеміз. Күңірене жөнелген үрмелі оркестр тыным алмай зарлауда. Адамның сай-сүйегін сырқыратады. Онсыз да қаралы көңілді одан әрі құластып, үстіңе бір қара бұлт түнерткендей. Оның үстіне күнде бүгін ерекше қапырық ыстық. Оңтүстіктен соққан аңызақ жел де қиналған жанына шипа болудың орнына адамның бойын күйдіріп әкетіп барады. Мен Аяужанның серіктерімен қатар келе жатырмын. Аяужан Алтынай тағы бір сары шашты қыз арт жағымызда. Шіркін-ай, жаңбыр құйып берер ме еді, дейді әлдекім ақырын сөйлеп. Мен көкке қараймын. Аспан айдай ашық. Тек күннің ыстығынан көгілдір өңі қалай қаңылтырға ұқсап ақшылдана түскен. Жаңбыр жауатын түрі жоқ. Жаз шыққалы осылай. Әлі көк жүзінен бір тамшы жерге түспеген. Сірә биыл құрғақшылық болатын тәрізді. Күні күркіреген көктемі болмаса, жаздың қандай қасиеті бар. Мен де жауынды тілеп аспан бетіне қайта-қайта қараймын. Бәрібір сол қу қаңылтыр аспан. Тек сонау көкжиекте бір болмашы қара бұлт көрінеді. Ол үлкейіп аспанды жауып, жаңбырды бұлтқа айналғанша кім бар кім жоқ. Мен қайтадан ойға берілемін. Кенет Ленинградта анатомия мұражайынан қайтып келе жатқандағы Марикамен сөйлескен сөзім есіме түседі. Бір маңызды сөз болса екен-ау, тек болмашы ой, мағынасыз қайғы. Бірақ осы дымға тұрмайтын сөздер қусаң да кетпейтін маса тәрізді. Әлсін-әлсін өлім, мезгілсіз қаза деген секілді суық сөздермен миымды шағып, топтанып, маңайымнан кетпей ақ қойды. Зират қаланың оңтүстік шетінде дөңестеу жерде болатын. Қаладан алыс емес. Көп кешікпей жеттік. Оркестрдің үні хабар берді ме, зират басына бірталай адам жиналды. Бейіт қазылып қойылған екен. Ұлбосын жұмыс деген модалар ательесінің бастығы, семізші келген татар әйелі мен Әбілқас күйінішті азнаулақ сөз сөйледі. Көңілді билеп кеткен қайғылы сезіммен Шерубай да мен де аузымызды ашуға жарамадық. Табытты биікке түсіре бастағанда ғана Шерубай өзін өзі ұстай алмай, бақұл бол Ұлбосыным деп еңкілдей жылап жерге бір тізерлеп отыра кетті. Жасы келген еркек адамның жылағанын мен бұрын көрген жоқ едім. Бұның өзі қияпат көрініс екен. Аузы кемсеңдеп, тамағына бір сүйек тұрып қалғандай, ішін тарта қырық-қырық етеді. Көзінен жасы әзер шыққандай, оқта-текте ғана бұршақтай боп жерге тамып кетеді. Сай сүйегім сырқырап әзер тұрмын. Шерубай жұрттан қымсынатын емес. Іштегі шер өн бойын өртеп әкетіп бара жатқанда қалай қымсынсын? Көзден тамған жас іштен шыққан қайғы емес пе? Ешкімде оның жылағанын ерсі көрген жоқ. Қасіретін тарқатсын дегендей оған қой дейтінде жан шықпады. Осы минутта мен Шерубайдың Ұлбосынды қаншалық жақсы көргенін ұқтым. Егер оның махаббатының мұншалық терең жатқанын, шіркін-ай, ерте сезсем кім біледі, Ұлбосын екеуміздің арамызда ештеңе де болмас еді қайтер еді. Әттең өткен іс атылған оқпен тең, жоқты іздегенмен не пайда. Бойымды билеп кеткен толқынды әзер тежеп, мен де қолыма күрек алып, Ұлбосының үстіне топырақ тастай бастадым. Бұл менің оған деген ақырғы парызым. Бұдан артық қолымнан не келеді? Ұлбосында көміп бұлт жұрт тарай бастады. Мен де серіктеріммен қалаға қарай бет алдым. Зираттан анандай жерге ұзап кеткеннен кейін бұрылып артыма қарадым. Жас қабірдің басында әлі қозғалмай отырған Шерубайды көрдім. Басы төмен салбырап, бағанағынасынан да бүкірейе түскен. Аяп кеттім. Бір-екі ауыз сөз, тоқтау сөз айтып, жұбатуды дұрыс санадым. Жолдастарыма сендер жүре беріңдер деп кейін қайттым. Аяғымды сылбыр басып Шерубайдың қасына келдім. Бойымды билеген қобалжуды әзер билеп, шереке деп келе жатыр едім, ол орнынан ұшып түрегелді. Көзінде ашу оты жарқ-жұрқ еді. Жоғал, деді, ол өзін өзі ұстай алмай. Егер Ұлбосымен екеуміздің арамызда сен пайда болмағанда, ол мұндай халге жетпес еді. Дер кезінде операция істеп, ауруынан да аман алып қалатын едім, деді. Ол өз аузы өзі шошынғандай бір мезет үндемей қалды да қайтадан сөйлеп кетті. Енді менің қасыма не бетіңмен келіп тұрсың? Сен тек Ұлбосынды ғана емес, мені де өлтірдің. Егер мені бір жамандыққа ұшыратқың келмесе,
Бүгіннен бастап көзіме көрінбе, маңайымнан жүрме. Менен жақсылық емес, қастық қана күт. Шерубай екеуміздің арамыз араздықпен бітетінін мен бұрыннан да сезетінмін. Бірақ дәл мұндай болады деп ойлаған емеспін. Ұлбосынды өлтірген сен деген сөзін естігенде біреу жүрегіме біз сұғып алғандай не айтарымды білмей тұрып қалдым. Ашу үстінде адам не демейді, бірақ Шерубайдың мұнысы тым қаталдық емес пе? Бұған қалай шыдайсың? Шыдамағанды төбелесесің бе? Әлде ол дұрысын айтып тұр ма? Біреу алқымнан қысып буындырып тұрғандай демді әзер алып ұзақ уақытқа дейін үнім шықпай қалды. Әлден уақытта барып есімді жинадым. Қасіретті жанмен енді сөз таластыруды жөн көрмедім. Шерубайға тіл қатпастан бұрылдым да анадай жерде күтіп тұрған Аяужанға қарай жүре бердім. Шерубайдың таққан айыбы ішімді өртеп барады. Қолдан келер дәрмен жоқ, діншіл адам болса, о неді көрермін дер едім. Амал не, дінге де сенбеймін, Құдайға да сенбеймін. Аяужан менің қабағымның тұнжырап кеткенін Шерубай екеуміздің арамызда бір ауыз сөз болғанын сезді ме, бетіме жүдей қарады да қойды, үндеген жоқ. Екеуміз қатар жүріп келе жатырмыз. Күн бағанағысындай тымырсық ыстық. Басымды көтеріп көкке қарап едім. Аспан бетін қалың мақтамен тұтастыра жапқандай қара бұлт теп-тегіс қымтай қапты. Жел жоқ, бірақ тұншыға түнерген қапас адамға дем алғызар емес. Күн көзі көрінбегендіктен жер беті де әлгідей емес, күңгірт тартқан тәрізді. Аспан жүзі қара бұлт, жер беті қара күңгірт, көңілді де қорғасындай бір ауыр уайым басқан. Айқайлап жіберуге бармын. Шіркін-ай, жаңбыр бір құйып кетер ме еді деп дедім мен де. Дүние де біздің көңіліміз де бір жаңарып қалар еді, деді Аяужан. Жомарт табиғат біздің өтінішімізді естігендей, дәл осы мезетте жарқ-жұрқ етіп найзағай ойнай жөнелді. Көктемгі күннің күркіреуі бір ғажайып күш қой. Жарық дүниеге бір жаңа үн әкелгендей, сатыр-сұтыр етіп бүкіл әлемді тітірете түседі. Өзінің алуан үнімен жер мен көкті бір сілкіндіріп тастамақ тәрізді. Бала кезімді күннің күркірегенінен ауыл адамдары Қазірет Қали дүлдүлімен шайтандарды қуып шапқандағы дүбірі деп түсіндіретін. Кенет осы ертегі есіме түсіп кетті. Көкке қарадым. Расында, күннің күркірегені бір дүлдүл тұлпардың шапқаны тәрізді екен. Күншығыс жақтан басталып күнбатысқа қарай ат шапқандай тартылдай жөнеледі. Расымен шалдардың айтқандары рас па? Кенет күн сатыр-сұтыр етіп аспанды жерге түсіргісі келгендей күркіреді. Осынау күркір ауыр ойымды үркіте алса жарар еді. Менің көңілімде түнере ұялаған қайғыға осындай бір ғажайып үн керек-ақ. Сол үнді естігендеймін. Енді кенет серпіле түстім. Дауылды аңсаған дауылпаз тәріздімін. Кеудемді қарсы ашып, осынау күркіреген күн мен сонау жарқыраған жай оғын қарсы алуға бармын. Тек ом бойымды зілдей басқан ауыр ойдан арылсам екен. Әлденеге осы минутта менің ойыма сілкінсін мейлі жер мен көк, құлатсын дауыл қайыңды, қозғасы екен солар тек жүректе тұнған қайғымды деген ақынның өлеңі келді де, мен осы шумақты бар даусымен айқайлап тақпақтай бастадым. Күркіреген күн, ойнаған найзағай, оларға қосыла мен де айқайлап келем. Аяужан маған үрейлене қарады. Көз қарасында бұған не болды деген қорқыныш бар. Дегенмен ол бойын тез жинап алды. Менің ызалана шығарған үнімнен бойымды басқан уайымның қаншалық ауыр екенін түсінгендей. Енді ол маған аяғандай көз тастады. Жоқ, мейлі. Жүрегімді қандай қайғы басса да, маған аяушылық етпесін. Аяушылық адамның тек мүсәпірлігін көрсетеді. Мен дүниеге мүсәпірлік үшін келгем жоқ, ерлік үшін, қуаныш үшін келдім. Бойымды кенет ашу кернеп кетті. Менің бар қайғы уайыма Аяужан кінәлідей оған түксие қарадым. Тіпті қатты сөз айтуға да бармын. Мұның бәрі дәрменсіздікті далбасасы секілді. Дәл осы сәтте күн күркіреуін қоя қойды да, аспаннан біреу шелектеп су төккендей, кенет мұздай сұп-суық ақ жауын нөсерлеп құя жөнелді. Жан таласа қызынған көңілге, тымырсық ауаның зілдей басқан ыстық жүгінен әбден талмаусырған денеге бұдан артық шипа болар ма? Тынысым кеңіп, бойым жеңілдене берді. Жаңбырдың мұздай суық тамшы бойыңдағы қайғыңды жуып жатқандай, қалың жауынның астында жас балаша рахаттана тұрдық. Жаңбыр нөсерлене түсті. Бізді бір ерекше сезім билеп, бала кезімдегідей жаңбыр, жау деп екеуміз бірдей айқай салдық. Өзіміз де білмейміз.
бұл неткен қуаныш екен. Біздің бұнымыз көңілімізді тұнжыратқан уайымнан қашу тойы ма? Әлде көптен бері бүкіл жан жануары атаулы аңсай күткен осынау көктем жауынның келгеніне масаттанғанымыз ба? Әйтеуір өзіміз түсінбейтін әкетіп бара жатқан бір қияпат. Жаңа ғана тұншықтырған тымырсық ауадан бой сергіп, суық жаңбыр жүректі өртеп жатқан қасіретті жалын сөндіргендей. Жаңбыр енді тіпті құйды. Әрі берден соң аппақ бұршаққа айналды. Мұзды түйіршіктер ұйтқы келіп бетке ұрады. Табиғаттың осы бір соққысын аңсап күткендей кеудемізді қарсы тосамыз. Біздің мұнымыз іші бауырыңды өртеп бара жатқан қайғыдан құтылу амалы ма? Әлде албырт жастықтың көктем нөсеріне шаттанған еркіндік ереуілі ме? Түсіну қиын. Кенет күн қайта күркіреді, тас төбеден шелектеп құйып тұрған қалың жаңбыр заматта өзінің бағдарын өзгертіп жантая жауды. Мұздай суық, танадай жаңбыр суы енді бізді бетке ұрды. Сол-ақ екен, қайдан пайда болғанын білмеймін, оңтүстіктен дауыл тұрып, жаңбыр аралас сұрапыл жер бетін алай-түлей етті. Желдің күштілігі сонша біреу қос қолдап кеудеңнен itергендей, кейін қарай сырғытып әкетіп барады. Қала шетіндегі жас қайыңдар жапырақтары жерді сүйе құлай еңкейеді. Жаңбыр тыйылып енді әлемді сұрапыл биледі. Долданған бықсыдай, ысқырына ішіне тартып, қызыл шоқты жалаңдата ойнағандай, әлсін-әлсін найзағайын жарқылдатып, адамның апшысын қуыра жер бетін әлем тапырық етіп әкетіп барады. Долы желдің екпінімен көтерілген сулы топырақ қаралай көктің бетін алып, бір кезде бүкіл жер жаһанды түн басқандай болып кетті. Жарық сәуле жоқ, жан-жағымыздың бәрі қап-қара. Ұлыған, ысқырған, ішін тарта өкірген сұрапыл, сатырлай ойнаған найзағай, аузы мұрныңа кіріп, дем алдырмай тұншықтырып бара жатқан лай топырақ, түйіршік құмай тас. Адамның жаны түршігерлік бір қиямет. Аяужан қорқайын деді ме, маған тығыла түседі. Мен оның дірілдеген денесін өзіме тартып, бұл өткінші дауыл, қазір бітеді деймін. Даусымның Аяужанға жетпейтінін жақсы білемін. Сөйтсе де сөйлеуімді қоймаймын. Сөйлей берсем, өзімді де оны да тыныштандыратын секілдімін. Менің құшағым сая болды ма, Аяужан енді дірілдеуін қойып, кеудемнен басын алып жан-жағына қарай бастады да, кенет итеріп жіберіп кейін қарай ұшып түсті. Кран құлайды, деді ол, үрейлене айқайлап. Мен ештеңеге түсінбей, қайдағы кран деп сұрағанымша болған жоқ, ол оқтан үріккен ор қояндай ата жөнелді. Лайлы қараңғы дауылдың ортасына сүңгіп кеткендей, заматта көз алдымнан ғайып болды. Жаңа ғана дауылдан сескеніп құшағыма тығылып тұрған Аяужанның бұл қылығына таңырқай, япырмай, бұнысы несі? Қайдағы жоқ кран неге аузына түсті деп, соңынан жүгіре беріп едім, етбетімнен түстім де, тұра сала қайта ұмтылып сүріне қабына жүгіре жөнелдім. Өкпемді қолыма алып Аяужанды қуып келемін. Жел тәл қарсы алдымнан. Мен алға ұмтылсам, ол мені кейін итереді. Дауыл біресе бәсеңдейді, біресе бұрынғысынан да күшейе түседі. Желдің сәл саябырлаған кезінде Аяужанның алыстан ағараңдаған бейнесін көзім шалып қалды. Қаланы қиғаштай өздері салып жатқан мектеп құрылысына қарай беттеп барады. Оның өз кранына бара жатқан енді түсіндім. Неге сонша асығады? Кранына не болып қалды? Тіпті ештеңе түсінер емеспін. Әйтеуір құр жүгіруді білемін. Өкпем өшіп құрылыс жанына жеткенімде менің ең алдымен көргенім темір баспалдақпен жоғары қарай өрмелеп бара жатқан Аяужан еді. Одан кейін көзіме түскен сұрапыл дауылдың екпініне шыдай алмай, мектептің үстіне қарай сырғи төнген жүздеген тонналық кранның жоғарғы қанаты болды. Жел тағы бір ышқына ұрса, қанат крандық өзімен бірге құрылыстың үстіне дәл құлауы мүмкін. Ол монтажы жаңа ғана бітуге айналған мектептің дымы да қалмайды. Бұл айқын. 100 тонналық болат кран 150 метр биіктіктен құлар болса, не шыдатады? Халықтың мехнатпен бітіруге айналған еңбегіне қандай қауіп туғанын енді түсіндім. Тұла бойым дірілдеп кетті. Жүрегім аласұрып әкетіп барады. Бері жүр, деді біреу білегімнен тарта беріп, қазір кран құлайды, өлесің. Мен білегімді жұлып алдым. Екі көзімді Аяужаннан айыруға күшім жетпеді. Ол солқылдай тербелген алып кранның жоғарғы тұсына жетіп те қалған екен. Темір баспалдақта бірнеше рет аяғы тайып, құлай жаздағанда көріп тұрмын. Бұл кезде жан-жақтың бәрі анық көріне бастаған. Бірақ жел екпіні күшеймесе толастар емес. Гуілдей кеп ұрғанда үйлердің тасасында тұрған менің өзімді де ұшыра жөнелердей. Ал еш қалқаны жоқ кран басында қандай жағдай? Көзім Аяужанға түскен сайын
зәре құтым қашып өліп кетуге таяумын. Япырмай неткен ержүрек мынау, деді жанымдағы еркек дауыс. Өзі немене, әйел ме? Иә, әйел ғой. Қобалжыған дауыс енді зәре құтымды тіпті ала түсті. Бишара күн кран-мыранмен бірге құлайды ғой. Мұндай сұрапылға жан-жағынан болат арқамен тартылмаған қорғансыз кран қайдан шыдасын? Жел енді бір екпіндей соқса, шаруасы бітті дей бер. Сірә өмірден құтыла алмай жүрген бір сорлы да бұл сұрапылда қолынан не келеді? Жанымды қобалжыған дауыс әлденені тынбай айтып жатыр. Бірақ оның сөзінің аяғын мен естіген жоқ. Екі көзім сонау краншы отыратын будкаға жетіп қалған аяужанда. Сірә өмірден құтыла алмай жүрген бір сорлыда, деді жанымдағы дауыс. Өмірді аяужанның қалай сүйетінін білер ме еді? Адам баласының ұлы қуанышы, ерлі зайыпты болуына бір жеті қалғанда аяужанның осынау ажалға бел буғанын естісе, не дер еді бұл кісі? Расында, аяужан дүниенің бар қызығын қиып көрініп тұрған ажалға қалай бел буды? Маған деген махаббатының, өмірге деген қуанышының тағдырын қалай ойыншық көрді? Әлде оған халқына деген парызы өзге сезімнен өктем болғаны ма? Қуаныш, ләззат, рахат бәрі қосылып қанына біткен ерлік қасиетке жетпеген ме? Солай тәрізді. Бұл кезде аяужан краншының отыратын орнына жетті. Будканың есігін ашып кіре бастады. Егер кранның қанатын желге қарсы қойса, мүмкін кран құламай қалуы да, деді жанымдағы дауыс. Бұның үнінен мен бір болмашы үміт сазын естідім. Менің де көңілімде бір болар-болмас сенім ұшқыны пайда бола бастады. Сіз солай ойлайсыз ба, деп мен жанымдағы дауысқа бұрылдым. Жаңа ғана оның жүзін көрдім. Бұл бетін әжім басқан, үстіндегі киімі су болған бір жұмысшы екен. О да кранның жоғарғы тұсынан көзін алмай тесіле қатып қалған. Сонау кран үстіндегі аяужанның алыс тағдыры бұның жүрегіне де жақын екені қобалжыған түрінен. Тесіле қараған көзінің ұшқынан анық сезіліп тұр. Сөз жоқ, деді ол маған қарамастан. Егер кран қанаты жел жаққа шығарылса, салмақты сол жаққа ауады. Онда дауыл мейлі 10 күн соқсын, кран құламайды. Кісі қобалжи күрсінді. Әттең үйтуге болар ма екен? Дауыл тым күшті ғой. Кенет ол айқайлап жіберді. Жарайсың, қызым. Аяма бар күшіңді. Баса түс, контролерді. Қайтадан кранның басына қарадым. Кранның 50 метрлік ұзын қанаты ақырындап, бейне бір адамның созылған қолы тәрізді желге қарсы қозғала сырғи бастады. Міне, ол орта шеннен асты. Кран жүретін темір жолдың табанымен қатарласты. Енді 2 метрде қимылдаса, желдің екпінді тұсынан өтеді. Кран қанаты сол жерге таяп келеді. Ақырғы қимыл. Жоқ, жел жеңгізбеді. Ол долдана кеп соққанда кран қанаты дәл бір сылқ етіп босап кеткен сағаттың тіліндей кейін сырғи жөнелді де, екпіндей қозғалып бұрынғы орнына бірден жетіп барды. Сарт етіп тоқтаған кран жүздеген тонналық қанат екпеннен құлай жаздап барып әзер қалды. Қайдан пайда болғандарын білмеймін, дәл осы уақытта кран түбінде шоғырлана қалған Кәріпжан, Асылхан, Алтынайға көзім түсті. Өң жоқ, түс жоқ, бәрінің жүзінде абыржығандық, көздерінде қорқыныш. Әсіресе Алтынайдың түріне адам қарауға қорқатын. Аяужан, айналайын, таста кранды, деді ол, бар даусымен айқайлап. Мектепті қиратса қайта салармыз, құрысын бәрі де, түс жылдам. Мектеп пен аяужанның басына төнген қауіпті қайдан естігенін білмеймін, сұрапыл дауылға қарамай, кран жанына жұрт жинала қалды. Верхолаздар қайда? Верхолаздарға хабар беру керек, деген дауыстар естілді. Неге тұрсыңдар? Асылхан, Кәріпжан, Алтынай шыр-шыр етеді. Шықсаңдаршы кранның басына, түсіріңдер аяужанды. Асылхан кранға қарай ұмтыла беріп еді, бір мосқал жұмысшы жолында тұра қалды. Қолдан келмеске ұмтылмас болар, деді ол, зеки сөйлеп. Көрмейсің бе дауылдың қандай күшті екенін? Кранға екінші адам жууға болмайды. Одан да бәріміз бір дауыстан ана қызға түстелік. Жұрт шулап қоя берді. Жақсы, не дейміз? Сіз бастаңыз, біз қостайық. Аздан кейін бәріміз қосылып айқай салдық. Аяужан, түс жылдам жерге. Кран құлауға жақын. Аяужан, түс жылдам. Пәрменімізше айқайлаған даусымыз кран басына жетті ме? Әйтеуір кабинаның терезесінен аяужанның басы көрінді де, қолын бізге қазір деп сермегендей болып, қайтадан жоқ болып кетті. Дәл осы мезетте жел де саябырлай түсті. Кран қанаты да аяужанның дегеніне көнгенде қайтадан желге қарсы теңселе қозғалып сырғып барады. 1 метр, 2 метр. Мен де уф деп демімді алғандай болдым. Кран қанаты дәл осы кезде желге қарама-қарсы келіп тоқтады. Жұрт қуанғанынан шулап жатыр. Жарайсың аяужан, енді кран құламайды.
Әлгі мосқал жұмысшы қайтадан дауыстады: "Қанатты тезірек бекіт, қызым". Мосқал жұмысшы аузын жұмғанша болған жоқ. Сұрапыл дауыл жұрттың қуана шулаған үнін біржолата тұншықтырғысы келгендей, кенет екпіндей кеп қайта ұрды. Бұл жолғы дауыл екпіні маған анағұрлым күштірек көрінді. Шатыр-шұтыр етіп жұлынған үй төбелерінің қаңылтырымен құлаған бірнеше телеграф бағаналарын көзім шалып қалды. Жел өзімде де тұрған орнымнан анадай жерге ұшырып түсірді. Көзімді ашып жоғарыға қарағанда ең алдымен көргенім мектептен сәл қиғаштау бір биік жартас опырылып жерге түскендей. Ақырын жантая құлап бара жатқан кран болды. "Аяу жаным" деп жаным түршіге айқай салдым. Оның ар жағында не болғанын өзім де білмеймін. Көзім қарауыта жерге отыра бердім. Тек ең ақырғы естігенім жерді солқылата гүрс етіп соққан алып кранның жан шошытарлық үні болды. "Бәрі бітті" дедім мен ішімнен. Сөйлеуге тілім күрмеліп үнім шықпай қалды. Содан кейін біреу жан сезімнің қыл пернесін пышақпен кесіп жібергендей жан-жағыма құлаққа ұрған танадай тына түсті де барлық дыбыс у-шу мүлдем өшті. Артынан барып білдім, мен талмаусырап кеткен екем. Есімді жиып орнымнан түрегелгенімде сұрапыл дауыл басылып, әлем біткен тыныштала қалған екен. Жүгіре басып, жұрт топырлана жиналған жерге келгенде ең алдымен көргенім Аяужан болды. Өң жоқ, түс жоқ, боп-боз. Ақ халат киген екі жігіт носилкаға салып, жедел жәрдем машинасына апара жатыр. Күйзелген аяған, сыбырлай шыққан дауыстар естіледі. Бейшара тірі қалса жарар еді. Мектепті аман алып қалды ғой, мұндай өжет қыз болар ма? Терезеден секіру қалай ойына келді екен? Әйтпесе быт-шыт болатын еді ғой. Нәзік денелі қыз түгіл ана көкбұрыш темірдің өзі жапырылып түскен жоқ па? Тек бейшара тірі қалсын де. Тірі қалғанмен мүгедек болмаса нетсін? Бейшарай. Артынан барып білдім. Кран құлап келе жатқанда жерге жете бере Аяужан өзі отырған будкасының терезесін аяғымен теуіп сындырып сыртқа қарай секіреді. Осы бір өжет қимыл оны тіл тартпай кетер ажалдан аман алып қалады. Краннан бөлек анадай жерге ұшып түскен Аяужанның тірі қалары әлі де екі талай. Оның өлік секілді сөне қалған түрі айқын көрсетіп тұр. Жедел жәрдем машинасын Аяужанды салды да тез жүріп кетті. Мен шыдай алмай соңынан жүгіріп түсіп едім, біреу білегімнен шап беріп ұстай алды. "Асықпаңызшы енді ағатай", деді жыламсыраған қыз даусы. "Қазір ауруханаға бірге барамыз". Жалт қарасам Алтынай екен. Екі көзі жасқа толы, ерні кезеріп кеткен. Жанында Кәріпжан мен Асылхан және бір-екі жігіт тұр. Аяужанның мұндай болуына өздері айыптыдай. Бастарын жерден алмайды. Қабақтары қарс жабылып кеткен. Бір топ болып бәріміз жедел жәрдем ауруханасына қарай беттедік. Алға басқан аяғым кейін кетіп, әзер жүріп келемін. Қайғы шіркін мұндай ауыр болар ма? Екі иініме екі кісі мініп алғандай мықшия түсіп, аяғымда әзер басамын. Ішкендей жүрегім де күйдіріп әкетіп барады. Өзімнің қолымнан ерлік келмейтін болғандықтан ба, ерлік көрсеткен адамдарға бас ию бала жасымнан әдетім. Қазақтың ертегі қиссаларының ер шора, ер тарғын, Қобыланды батыр секілді қаһармандарын бұлай қойғанда Төлеген Тоқтаров, Сұлтан Баймағамбетовтің ерліктері 1000 жыл жасасам да қолыма түспейтін бір ғажайып дүние тәріздене беретін. Сол ерлікті өз көзіммен көрдім. Сол ерлікті сауыт киген батыр емес, қолына автомат ұстаған жауынгер емес, жігіт бетіне ұяла қарап, үлбіреген жас қыз көрсетті. Сондай қызға енді қалай бас емессің, қалай ардақтамассың? Иә, мен Аяужанды ардақтаймын да, оның ерлігіне бас иемін. Қаһарманға қаза жоқ, ол менің жүрегімнің енді өмір бойы өшпес орын алады. Ол менің махаббатым. Бұрын жай ғана сүйген болсам, енді онда халық үшін, жұрт үшін жан пида ете алатын, елімнің ардагер аруы деп сүйемін. Мұндай қызды сүю, мұндай қызға қол жетудің өзі бір бақыт емес пе? Иә, ұлы бақыт. Мен шынында бақытты жанмын. Дәл осы сәтте менің бұным әлі ерте қуаныш екенін аңғармаппын. Біз Аяужан екеуміз енді қайғы мен қуаныш тәрізді бір-бірімізден жұмымызды жазбайтын халге жеткенімізді ойламаппын. Қуаныш жүрген жерде қайғыда жүреді, бақыт жүрген жерде бақытсыздықта жүреді. Табиғат дүниені ештеңеде жеке жаратпаған. Бұған менің кешікпей көзім жетті. Біз ауруханаға келгенде Аяужанға дәрігерлік ең алғашқы жедел жәрдем де істеліп үлгерген екен. Бізбен сөйлесуге шыққан ұзын бойлы кезекші дәрігер "Тығыз жәрдем жасалды" деді қобалжи сөйлеп. Қаны тоқтатылды, укол да берілді. Біз жамырап қоя бердік. Енді қауіпсіз бе? Қай жеріне зақым келді екен?
өзі есін жинады ма, әйтеуір тірі қала ма? Дәрігер ойлана жауап қайырды. Қазір пәлен деу қиын, өлім аузында жатыр десе де болады. Есі укол салғаннан кейін бір-ақ рет кірді. Мына сөздерді естігеннен кейін әлем бетін қараңғылық жауып, жан-жағымның бәрі түн, мүлде бір үңірейген апандай болып көрінді. Кенет бағанағы дауылдың ысқырған долы үні естілді. Сізге не болды деген үн құлағыма әзер-әзер жетті. Мен есімді жинадым. Ештеңе де болған жоқ, жай әншейін. Басым айналып кеткені, дәрігерге қарадым. Аяужанға енді не істемексіздер? Қазір пәлен дей алмаймын, бір сағаттан кейін консилиум болады. Егер ол оған дейін, дәрігер сірә тірі қалса деген сөзді айтпақ болуы керек. Кілт тоқтай қалды. Тірі қалмауы да мүмкін бе дедім, мен өзімді өзім ұстай алмай. Мен олай деп тұрған жоқпын. Адам неғұрлым биіктен құласа соғұрлым қауіп көп болады емес пе? Дәрігер әйел аурухананың ішіне кіріп кетті. Біз консилиумның нәтижесін күтіп коридорда отырып қалдық. Көп кешікпей Аяужан жұмыс істеп жүрген бөлімшесінің парткомы, месткомы, прорабы секілді басты адамдар да келіп жетті. Бәрі де егде тартқан күсті қолды жұмысшылар екен. Краншының халі жандарына батып тұрғаны түрлерінен ап-айқын сезіледі. Дәрігер әйел бұлардың сұрағына да жаңағы бізге айтқан жауабын берді. Амал жоқ, бұлар да біз секілді консилиумның недерін күтіп коридорда отырып қалды. Бәрімізде де үн жоқ, тек ақырын күрсіне береміз. Әсіресе Алтынай. Ол ақ ұрғанда онсыз да шығуға таяу тұрған жанның тал басынан үріккен торғайдай кеудеңнен пыр етіп ұша жөнелетіндей. Бұл неткен азап, мен тағы ойға кеттім. Менің ойымша тозақты көрмеген адамды жұмаққа жібермеу керек. Өйткені азаптың не екенін ұқпаған жан жұмақтың қадірін білмейді. Сондай-ақ кімдігін махаббаттың зардабын, ауыртпалығын тартпаса оның қуанышын қызығын бағаламайды. Карта ойында қолың шыққандай, махаббатта да оп-оңай жолың бола берсе, адамның оған деген еті үйренеді. Аса құнын түсіріп алады. Мүмкін осындай себептен болар, менің де ұлбосының махаббатын бағаламағаным. Ал Аяужанға олай қарауға тиісті емеспін. Өйткені оның маған қаншалық қымбат екенін осы бір 2 сағаттың өзі көрсетті. Махаббат құр көңіл құмарлығы, не болмаса тән құмарлығы емес, ол сезім, жүрек, қиял әмірші, адам баласының жан түкпірінен мөлдір бұлақтай қайнап шыққан асыл арманы. Ол үшін адам қандай азапқа да, қандай қиындыққа болса да шыдауы керек. Сонда ғана махаббаттың теңізшінің ғажайып тұңғиыққа сүңгіп алып шыққан меруертіндей бағалы құнды. Бір сағаттай уақыт өткенде дәрігер әйел қайта шықты. Бәріміз бірдей бұйрық естімек солдаттарша орнымыздан ұшып-ұшып түрегелдік. Консилиумға барлық дәрігерлер жиналды. Тек доктор Шерубай келмей жатыр деді, тағы да қобалжи. Кісі жіберіліп пе еді? Хабаршы 2 рет барып қайтты. Есігі жабық дейді. Мүмкін ішінен бекітіп алған шығар. Телефонға да жауап бермейді. Консилиумды онсыз істеуге болмай ма? Болады ғой. Бірақ доктор Шерубай үлкен маман. Егер операция істеуге тура келсе, ол кісінің қатынасы өте қажет. Адамның адамсыз күні жоқ. Бағана Шерубайдың ауыр сөздерін естігеннен кейін енді оны мәңгі көрмеспін деп едім. Енді амал жоқ. Сол Шерубайға мен қайта баруға мәжбүр болдым. Не екенін білмеймін. Маған ол үйінде жатқандай болды да тұрды. Сөз жоқ дедім мен ішімнен. Ол үйінде. Ұлбосын қайғысын көтеріп, көшеде жүрер, онда күш жоқ. Бірақ мен барғанмен ол келе қояр ма екен? Әсіресе Аяужанның тағдырымен менің қуанышым, махаббатымның байланысты екенін білсе не дейді? Маған ауыртпалық салғанда жақсы едің. Енді өзің де менің халімді болып көр. Шоқ бәлем, шоқ демесіне қандай сенім бар? Жоқ, Шерубай дәрігер, олай демеске тиіс. Дегенмен Шерубайды тауып әкелем деп мен ауруханадан шықтым. Оның келуіне де келмеуіне де көңілім дүдәмәл. Ұлбосын қайғысының оған қаншалық ауыр тигенін мен жақсы білемін. Бірақ амал не? Қайткен күнде де Шерубайды алып келу керек. Мұстауда одан білгір, одан операция істеуге епті дәрігер жоқ. Егер ол келмесе, Аяужанды ешкім ажалдан алып қалмайтынына әбден сенемін. Шерубайдың үйіне келіп есігін қатты қаға бастадым. Үйінде екені сөзсіз. Есігінің кілті ішкі жағынан көрініп тұр. Әрі қақтым, бері қақтым, ашар емес. Менің қасыма көршілер де жинала бастады. Не болды екен бұл кісіге? Өзі тірі ме? Қатты ұйықтап кеткен болар деген дауыстар да естіледі. Мен де қобалжиын дедім. Ұлбосының өлімінен кейін егер тағы біреу өзін өзі өлтіріпті десе, пәлендей таңғала қоймас едім. Бұрын өзін өзі қол көтерген кісіні
күресуге күші жоқ жігерсіз ақымақ жан деп санайтынмын. Ондай адамдар туралы тіпті ойлағым да келмейтін. Ал ұлбосынан кейін, әсіресе оның хатын оқығаннан соң, мен мұндай іске жанталасқан жанның неге баратынын ұққам. Адамға өмірден гөрі өлім жеңіл көрінетін кезі болады екен. Қуаныш, бақыттың өзі үлкен қайғыға айналып, жаныңды қоярға жер таба алмай, кейде адам жанталасатыны сөзсіз. Кісі мұндай минуттарында жынданған жанмен бірдей. Оған өмірден өлім артық. Бар ойын тек өлім билеп әкетеді. Және оған дүниеде өлімнен асқан рахат жоқ секілді. Мен мұны ұлбосының хатынан анық түсінгем. Расында да, қайғыны жеңуден өлім жеңіл емес пе? Әрине. Менің қолымнан өзімді өзім өлтіру келмейді. Мен ондай ер емеспін. Бірақ ондай ерлердің бар екені енді анық сене бастағам. Әйткенмен Шерубайдың бүйтіп өлгенін қалап тұрғам жоқ. Ол мені қанша жек көргенмен, менің оны жек көрерлік себебім бар ма? Ақылды адамның бұл дүниеден оп-оңай кетуі кімге болса да батпай ма? Осы ауыртпалықтың зардабы болу керек. Есті қалай тепкілей бастағанымды өзімде байқамай қалдым. Әлден уақытта арғы жақтан біреудің келе жатқан сыбыры естілді. Аздан кейін тырс етіп кілт бұралып есік ашылды. Қарсы алдында Шерубай тұр. Өңі сұп-сұр болып кеткен. Бағанағы ұлбосынды жерлеуге барғандағы қара костюмі үстінде су-су, сірә төсекке сол қалпында жата кеткен болу керек. Әр жері уқаланып, жымырылып қалған. Есікті қаққан сен бе, деді ол маған ренжи қарап. Ұйқы-тұйқы болған шашын қолымен жөндеп. Я, мен дедім. Кір онда. Мен үйге кірдім. Өзге жұрт сыртта қалды. Жайма, деді Шерубай. Үнінде бағанағыдай ашу емес, шаршағандық, қажығандық бар. Сізді жедел жәрдем ауруханасына тез келуіңізді өтініп жатыр. Сірә мұндай сұраққа әбден көндігіп алған болу керек. Неге деп сұраған жоқ. Тек сол жүдеген қалпымен даусын өзгертпей, жақының ба еді, деді. Иә, өте жақыным еді. Мен Аяужанның кім екенін, қалай апатқа ұшыраған, бәрін тегіс айтып бердім. Тек оның өзіме қандай жақындығы барын ғана естірткем жоқ. Ол қыздың саған қандай жақындығы барын айтпай-ақ қой, түріңнен көрініп тұр, деді ол тағы да, даусын өзгертпей. Ол баяу қимылдап, шылымын алып тарта бастады. Мен тықыршып орнымда әзер тұрмын. Жедел жәрдемнен шыққаныма да көп болғанын жаңа ғана аңғара бастадым. Аяужан хал үстінде жатыр. Әр минут қымбат. Біз бағалай білмейміз ғой, әрқайсымыздың өміріміздің әр минуты қымбат. Кісі өлейін деп жатқанда пәлсапаға берілетін мезгіл ме? Мұнысы несі? Әлде менен өшін осылай алмақ па? Онда бұл дәрігер емес, қаншер болғаны ғой. Не айтарымды білмей, жарылып кетуге шақ тұрмын. Шерубай енді қозғалмаса, бас салуға да дайынмын. Қуғыншыдан құтыламын деп қорқақтың қаша білгенде ерлік. Сен мені іздеп келуің де адамгершілікке жатады, деді Шерубай кекете. Сөйтті де шылымын лақтырып жіберіп түрегелді. Жүр, кеттік. Жүрегім жылып қоя берді. Үн-түнсіз соңынан еріп келемін. Шерубайдың жүрісіне жан шыдар емес. Ұзын сирақ, бота тірсек сабазым адымдай түскен сайын мен аяңды қойып, желе жүгіре бастадым. Біз жедел жәрдемге келгенде Базаргүл мен Әбілқас та жеткен екен. Әбілқас нағыз бір қолбасшыны қарсы алғандай Шерубайға құрмет көрсете алдына шықты. Олар үйге кіріп кетті. Мен серіктерімнің жанында қалдым. Енді ғана оларға жөндеп қарауға мұршам келді. Алтынай мен Базаргүл екеуі бірдей қосылып, еңкілдеп жылап отыр екен. Жүрегім су ете қалды. Әйтеуір мен ойлағанда ештеңе бола қоймапты. Кәріпжан, Алтынай жылауға серік таба алмай жалғызсырап отыр еді, деді ренжіген үнмен. Базаргүл келген соң атын басын қоя берді. Кәріпжанның бұл сөзі қалжың емес, өз қайғысын баса алмай отырған жанның далбасасы. Сондықтан оның сөзін ешкімде кек алмады. Әрине, сендерге жылама деу жеңіл. Алтынай жас баладай еңк-еңк етеді, тек көрер едім. Жүректерің дәл біздікіндей өртеніп бара жатса. Түсіндіріп көр Алтынайға өзінің қандай халде тұрғаныңды. Әрине, қыз болса мен де жылар едім, сөйтіп. Көңілдің шерін біраз тарқатып алар едім. Амал не? Табиғат еркек кіндікті етіп жаратқан соң, өзгенің көзінше еркек адамның жылауына сөгетіне бар. Ол оның босаңдығын, көңілшектігін ғана көрсетпейді, жігерсіздігін, өзін-өзі ұстай алмайтынын аңғартады. Жанып күйіп, көзіме жасым тығылып тұрса да, жыламауға тырыстым. Әй, бірақ шыдай аларым екенмін, білмеймін. Әлден уақытта Әбілқас пен дәрігер шықты. Консилиум операция жасауға ұйғарды, деді Әбілқас. Операцияны кім жасайды? Дәрігер Шерубай тұрғанда кім жасаушы еді? Ол кісі көнді ме? Әбілқас таңдана жауап берді. Неге көнбейді? Досы түгіл қасына да дәрігерлік жәрдемімізді беру біздің міндетіміз емес пе? Жұрттың еңбегіне өзін қоса сөйлеу соңғы кезде
әбілқастың әдетіне айналған. Мен мұны білемін. Жай уақытта болса өзгенікі емес, саған не жоқ деп қалуы мүмкін ақ. Бірақ бұл жолы үндемедім. Қазір әбілқасқа көңіл бөлетін жағдай бар ма? Дәрігер әйел операцияны Шерубайдың кешке істейтінін естіртті де, енді біздің үйге қайта беруімізді сұрады. Біз операция кезінде осында болғымыз келетінін айтып қанша өтінсек те көнбей қойды. Ертең хабарын білесіңдер деп бәрімізді үйден айдап шықты. Түн мен кірпік қаққам жоқ. Көзімді жұмсам, біресе сұрапыл желмен шайқалған кран, біресе анандай жерге ұшып түскен аяужан елестейді. Ысқырған дауыл үні. Аяужан құлап жатқанда әлдекімнің ышқына айқайлаған ащы даусы қайтадан құлағыма келеді. Мен төсегімнен атып тұрып кішкентай бөлмемді ерсілі-қарсылы кезе бастаймын. Темір торға қамалған арыстан тәріздімін. Ішімді өртеген қайғыдан соң темірді қалшылдай тістеп аласұруға барамын. Жоқ, арыстан темір торға емес, менің ішіме қамалған секілді. Өткір тырнақтарымен жүрегімді қан-қан етіп, осылты тырнап жатқандай. Мұндай да ауыр азап, мұндай да ауыр қайғы болады екен ау. Осындай азапқа, осындай қиындыққа шыдай алатын адам баласы неткен төзімді. Жоқ, неткен төзімдедім. Тәні бөлектің жаны бөлек деген осыда. Бір кезде күзгі жапырақтай сарғая түсіп таңдатты. Терезе алдындағы жас талдардың бұтақтарына қонып алып, бір топ қараторғай әнге салды. Сірә күн шығуға тақап қалған болу керек, қараторғайлардың үні бірте-бірте күшейе түсті. Сенің қайғыңда бұл бишаралардың несі бар? Оянып келе жатқан әлемді шыға бастаған күнмен құттықтап, сұлу әндерін шаттана сайрайды. Мен орнымнан тез түрегеліп, суық сумен жуындым. Бойым азырақ сергейін деді. Бірақ басым мең-зең. Кешеден бері нән татпағаным есіме түсіп, бір үзім қара нанды сүтке батырып жей бастадым. Тамағымнан өтсейші. Нан шайнап тұрмын ба, тас шайнап тұрмын ба, өзімді білмеймін. Далаға шықтым. Ойым жедел жәрдемге бару. Аяғымды асыға басып келе жатырмын. Аяужан қандай халде екен? Бишара тірі қалды ма? Операциясы дұрыс өтті ме екен? Бұл ойлар өстіме күйген көйлегімдей жан тәніме жабысып алған. Қашсам құтыла алар емеспін. Күн әжептәуір көтеріліп қалды. Көшеде жұмысқа бара жатқан адамдар да көрінді. Бір-екі су сепкіш машиналар да жанымнан жаңбырын жерге шашырата құйып өте шықты. Таңертеңгі әлеменді дымқыл тартып, гүл иісімен аңқыды. Хош иісті көктем ауасы көкірегімді аша түскендей болды. Әр жерде газет сататын дүкеншілер де шыға бастады. Жолында бір жұмысшы бүгінгі шыққан газетті оқып тұр. Көзім түсіп кетті. Сыртқы бетінде Аяужанның суреті тұр. Краншы қыздың ерлігі деген үлкен қара әріптермен жазылған мақала. Аяужанның суретін көргенде өн бойым кенет суып дірілдеп қоя бердім. Газеттердің адам қайтыс болғанда суретін беретін әдеттері бар ғой. Аяужанға бірдеңе болып қалды ма деп жанталаса, жұмысшының қолынан газетті жұлып алып қарай бастадым. Жұмысшы мынаны жын ұрған ба дегендей адырая көз тастады да, менің мақалаға шұша қарағанды көріп, сырымды түсінгендей ләм-мим деп тіл қатпай тұрып қалды. Газетті көзімен шолып шықтым да дауыстап жібердім. Әйтеуір тірі екен, Аяужаным тірі екен дедім, қуанышымды жасыра алмай. Мұныңа Құдай мың да бір рахмет. Құдайға емес, дәрігер Шерубайға рахмет айт, деді газетін қайта алып жұмысшы. Батыр қызды ажалдан алып қалған сол, дәрігер болсаң сондай бол. Рахмет Шерубай дәрігерге, рахмет оған, дедім мен шаттана түсіп. Маған дәл осы минутта Шерубай да бір, Құдай да бір көрінді. Жедел жәрдемге қарай үкідей ұшып келемін. Аяужанды тезірек көргім келеді. Оны ажалдан алып қалған дәрігерлерге де Шерубайға да алғысымды айтуға асығудамын. Тек кешегі Аяужанның краны құлаған жерге сәл аялдауға мәжбүр болдым. Бір топ жұмысшы кранды көтеріп жатыр екен. Іштерінде партком, местком, прораб та бар. Тоқтамай зыр айналған дөңгелек блоктармен білектей жуан болады. Сым арқандарды ақырын сырықта тартқан алып күшті трактордың ызалы гүрсілі естіледі. Сым арқандар пәрменше бұралған домбыра шегіндей әбден созыла керілген. Тракторлар тағы тарта түссе, үзіліп кетуге таяу. Бірақ оған қарамай, алып машиналар тағы алға қарай жылжи түседі. Сым арқандар байланған 75 метр биік кранның басы жерден көтеріле берді. Міне ақырында алып кран тіп-тік орнына тұрды. Қызыл ту басында қайта желбіреді. Жұмысшылар өздерінің өнерлеріне риза болғандарын жасырмай алақандарын уралап айқай салды. Жерде сұлап жатқан алып кранның қайтадан көтерілуі маған да таң қаларлық іс болып көрінді. Бүгінгі заманның өнері деп міне осыны айт, деді төртбақ келген егде парторг. Түнімен әуре болған жоқпыз ба? Ұзын тұра мұртты прораб кран басындағы қызыл туға қарады. Әйтеуір тұрғыздық-ау.
Техникаға күшіміз жетеді, деді Кәріпжан. Мен оны жаңа ғана көрдім. Егер Аяужанды дәл осындай тік тұрғызсаң. Кәріпжанның үнінен мен тағы бір үлкен қайғының сазын естідім. Сірә ол Аяужанның ажалдан аман қалғанын әлі білмеген секілді. Мен оны қуантқым келіп кетті. Кәріпжан, сүйіншіңді дайындай бер, дедім. Мен оның иығынан қағып. Аяужан қатерден өтті. Мен жаңа ғана жедел жәрдемнен келдім. Алтынай, Базаргүл, Асылхан бәрі сонда. Менің жүрегім тағы ойнай жөнелді. Тым ерте қуанғанды жаңа ұқтым. Жүрегім тағы өртеніп кетті. Япырмай, Аяужанға не болды екен? Ал газетте операция ойдағыдай өтті деп ғой. Бұлар қалай, алдау ма? Жоқ, ауруханаға тез жетейін. Бойымды басып кеткен зілден есеңгіреп тұрғанымда Кәріпжан маған шұқшия қарады. Өзің жедел жәрдемге әлі барған жоқсың ба? Ол менің осы уақытқа дейін ауруханаға бармағанды бетіме салық еткендей болды. Мен енді Кәріпжанға сөз айтуды дұрыс көрмедім. Жедел жәрдемге қарай тұра жөнелдім. Мен келсем, Алтынайлар жаңа ғана кетіп қалған екен. Мені есік алдында отырған кезекші санитар әйел ішіне кіргізбеді. Қанша жалынсам да ауруды көруге болмайды. Операциядан кейін әлі есі кірген жоқ деп көнбей-ақ қойды. Ең болмаса кезекші дәрігерді шақырып беріңіз, деді мен. Кезекші дәрігер сол аурудың жанында. Маған шақырма деген. Олай болса операция істеген дәрігермен сөйлесуге бола ма? Егер ол үйіне кетіп қалмаса. Санитар әйел менің түрімді көріп аяп кетті білем, бетіме қарап күрсінді де біреуге телефон соқты. Операция істеген қыздың жақыны болу керек, бір жігіт сізге жібер деп жалынып тұр, деді, баяу сөйлеп. Сірә телефонның ар жағындағы адам жібер деген болу керек. Әйел телефонның тұтқасын орнына қойды да түрегеліп барып, жанындағы шкаптан ақ халат алып берді. Оң жағыңыздағы 4-ші есік, бөтен жаққа бұрылмаңыз. Құп. Әйел көрсеткен есік тықылдатып ем, ар жағынан шаршаған еркек дауысы, кір, деді. Үйге кірсем, Шерубай столға сүйеніп, телефон жанында отыр екен. Әбден қажыған, қалың ойда. Екі көзі сәл жұмулы. Менің кіргенім сезсе де, көзін ашып қарамады. Сірә ойын бұзғысы келмегендей. Операция ойдағыдай өтті, деді ол, сәл тұнжыраған қалпында. Ертең келіңіз. Мен оның ойын бөлуге дәтім шыдамады. Үн-түнсіз үйден шығып кеттім. 10 шақты күн өткеннен кейін Аяужан есін жия бастаған кезде емдеуші дәрігер сөйлесуге рұқсат етті. Аяужанның бөлмесіне беттеген-ақ буындарым қалтырап, өн бойым дірілдеп, есігін әзер аштым. Бөлме іші әппақ екен. Үй қабырғалары да, төсек орны да бәрі ақ. Бар денесін кепіске бөлеген Аяужан да қағаздай әппақ. Тек қайғылы үлкен бота көздері ғана қос нүктеден қараяды. Бұрынғы ашық мінезді күміс қоңырау күлкісі бар Аяужан емес, сабағынан үзілген ақ гүл тәрізді қозғалар дәрмен жоқ. Соп-солғын. Менің келуімді бұда аңсай күткен, мен үйге кіріп келгенде жарқ ете қалған қайғылы көз ұшқыннан бірден байқап қалдым. Кенет буыным бұрынғысынан да босап кетті. Аяғымда әзер басып, жанына бардым да, құлай кетпейін деп кереуетінің темірінен қыса ұстадым. Амансың ба, Аяужаным, дедім. Ернім кеуіп, даусым әзер шықты. Сені де көретін күн бар екен ғой. Аяужан ақырын ғана күлімсіреді де жанындағы орындықты нұсқады. Отыр. Мен отырдым. Ол сыбырлай сөйледі. Егер мен кранға дер кезінде жетпегенімде, қайтесің, өткенді қозғап, дедім мен. Оның маңдайына сипап. Өткенде бәрібір қайтара келтіре алмайсың. Әйтеуір міне, екеуміз тағы біргеміз, мәңгі бірге боламыз. Бұдан артық қуаныш бар ма, дедім мен тағы да. Сені ауруханадан бірден өзіме алып барамын. Бұл күнге жеткеніме мыңда бір тәуба. Аяужанның көзінде жаңа ғана пайда болған сәуле леп-лезде сөне қалды. Мені аяғандай бетіме мұңая қарады. Жоқ, жантас, деді ол күбірлей сөйлеп. Менің саған деген жүрегімді өзің де білесің ғой, бірақ сенің бақытсыз болғаныңды көргім келмейді. Онда өзім де бақытсыз болар едім. Аяужанның даусы біртүрлі қобалжи шықты. Мен сенің үйіңе бара алмаймын. Жеткен жеріміз осы болған шығар. Енді біз бір-бірімізді ұмытуымыз керек. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. Сен не айтып жатырсың, дедім абыржи. Аяужан маған бұрынғысынан да қайғылана қарады. Есіңде ме, көктемді жақсы көремін дегенің? Иә, есімде. Көктем махаббат тудырады дегенім де есімде. Иә, сол көктем бірақ рет келмейді ғой. Менің көктемім жалғыз өзіңсің. Солай дейсің бе? Рахмет, көз нұры тағы да жарқ ете қалды. Бірақ сол көктемнің гүлденер кезі өтіп кеткен болса не істейсің? Көктемім деген қара суық күзге айналса нетесің? Сонда да көктемім бар деп қуана аласың ба? Аяужан ауыр күрсінді. Жоқ, жантас, сенің көктеміңді күзге айналдырғың келмейді. Біз енді мәңгі айырылуға тиістіміз.
Саған осы бір ауыр сөзді неге айтқанымды білгің келсе, маған операция жасаған дәрігер Шерубайдан сұра. Кезекші дәрігер келіп, мені бұдан артық сөйлеттірмеді. Бұл әңгімені екінші жолы қайта жалғамақ боп, қапалана бөлмеден шықтым. Ертеңіне Шерубайға келіп жолықтым. Ол кісі қабылдайтын кең бөлмеде ерсілі-қарсылы жүр екен. Өңі сұп-сұр. Бетінің әжімдері бұрынғысынан да көбейіп, әнеугүнгісінен де қартая түскендей. Бірнеше күннің ішінде мұншалық өзгергеніне таң қалдым. Адымдай жүріп үйдің ана бұрышынан бір-ақ шығады, басы төмен түсіп кеткен. Әнеугүнгідей тағы да қалың ойда. Жаңа ғана байқадым. Мойын төмен салып адымдай түскенде бір айбарлы аң секілді. Абдул Гараджи мұндай адамдарды ішінде арыстан жатады дейді. Расымен солай ма? Мен өзімнің ежелгі әдетіме салып, егер Шерубайдың ішінде шын арыстан жатса, оның түрі қандай болар еді деп көз алдыма елестете бастадым. Қуыс қызыл қарын, тырнақтары қанжардай, көзін жаңаша бастаған жас арыстан. Бірақ менің ойымды бөліп Шерубай кенет қарсы алдымда тоқтай қалып маған тесіле қарады. Сөйлескелі тұрған адамы мен болғаныма таңғалғандай, сен бе едің деді ол. Иә, мен едім. Қандай шаруаң бар? Аяужан жайын білейін деп едім. Аяужаның кім? Сіз операция істеген қызды айтам. Шерубай тағы үйді кезіп жүріп кетті. Кенет қайтадан тоқтай қалды. Ол қызды сенде қандай шаруаң бар? Аяужан менің қалыңдығым. 1 майда тойымыз болмақ еді. Әрине, сен ол қыздан бас тартасың ғой. Неге? Неге екенін қазір түсіндірейін. Шерубай аз уақыт ойланып тұрып қалды да сөзін қайта бастады. Өлімнен алып қалуын алып қалдық қой, бірақ ол қалған өмірінде бақытты бола ала ма? Мәне, мәселе қайда? Қасында мен бар емеспін бе? Сен болған жерде бақыт болады деп ойлайсың ғой. Өзіңді тым қатты бағалап тұрған жоқсың ба? Біздің біріміз қандай жақсы көретінімізді білсеңіз, сіз мұндай сөзді айтпас едіңіз. Оның келешекте бақытсыз болуы да міне осындай жағдаймен байланысты. Сені білмеймін, ал Аяужан сені өте жақсы көретініне күмәнім жоқ. Сандырақтап жатқанда да аузынан атыңды бір тастамады ғой. Көзімнен жастың қалай ыршып шыққанын білмей қалдым. Дәрігер Аяужанды мен де жанымдай жақсы көремін. Ол үшін бар өмірімді сарп етуге бармын. Сеніңіз, шын жақсы көресің бе? Шерубай ойлана сөйледі. Шын жақсы көрсең, оның жағдайын әбден білуге тиістісің. Мен сені қорқытайын деп тұрғаным жоқ. Дегенмен айтайын. Аяужанның бел омыртқа сүйегіне қатты зақым келген. Ол өмір бақи төсектен тұра алмай қалуы мүмкін. Біреу жүрегіме біз сұғып алғандай болды. Демім бітіп, ештеңе айта алмай тұрып қалдым. Міне көрдің бе, деді Шерубай. Аяужан сені жақсы көреді, ал сен? Дәрігер маған тағы да тесіле қарады. Аяужанның қалған өмірі бақытты өмір бола ма, жоқ па? Енді өзің ойлашы. Оған сенен айырылу мүмкін, өмірден айырылудан жеңіл тиер. Жоқ, дедім мен. Өзімді өзім ұстай алмай. Біз мәңгі бірге боламыз. Ол өлсе, мен де өлемін. Ол тірі тұрғанда мен оны тастап кетпеймін. Сен шын ғашықтың сөзін айтып тұрсың ғой. Иә, мен шын ғашықпын. Әсіре қызыл тез оңар деген байқа жігіт, деді Шерубай. Қазір адамгершілік парызын атқармақ боп, неге болса да бел буға бар секілдісің. Ойлан. Ойланатын түгі де жоқ. Мен оған үйленем. Сізге сол үшін келіп тұрмын. Аяужанды көндіру керек. Қызба көңілді жан екеніңді жаңа түсіндім, деді Шерубай. Бірақ Аяужан секілді аяулы жанның тағдырымен ойнауға болмайды. Ол өмір бойы төсек тартып жатып қалса не істейсің? Тірі өлікпен мәңгі бір болуға ерлігің жете ме? Жетпес болса, оны қандай ауыр жағдайға қалдыратыныңды түсінесің бе? Шерубай тағы да маған тесіле қарады. Одан да қазір күдер үзгенің жақсы емес пе? Қанша қиын болғанмен, сенен соңынан емес, қазір күдер үзгені жеңілірек. Жоқ, деді мен, айқайлай сөйлеп. Мен Аяужансыз өмір сүре алмаймын. Одан айырылғанша өлгенім жақсы. Егер Аяужаннан шын айырылар болсам, өліп кететінмен дәл осы минутта өзім де сенген болатынмын. Мүмкін менің адал ниетпен айтқан сөздеріме иланды ма, әлде дәл осындай ғашықтық өз басынан өткендіктен бе? Шерубай енді маған аяй қарады. Сенің орныңда мен де осылай істер едім, деді ол. Сәл күмілжей, тек сертіңнен тайып жүрме. Мен сертімнен таймаймын. Қайдан білейін, деді ол күрсініп. Сендер көркем өнер адамдары көбіне ақыл ойларыңды сезім дүниесіне бағындырасыңдар. Ал Аяужан секілді жанның жағдайы бір күндік емес, өмірлік табандылықты керек етеді. Оған екінің бірі шыдай алмайды. Мен шыдаймын. Оны өмір көрсетер. Сонда Аяужанның халі тіпті үмітсіз дейсіз бе? Неге үмітсіз болсын? Аздаған үміт бар, бірақ болмашы ғана. Бұндай жаралының кейде жазылатыны да болады.
Дәрігер ақырын күрсінді. Оған көптеген себеп керек. Қандай себептер? Ең алдымен адамның өзінің сенімі, денесінің күресе алар мүмкіншілігі. Бірақ бұның бәрі өзіңді өзің алдаған секілді болмашы үміттер. Мұндай аурудың 100%-дан 99-ы жазылмайды. Мәңгі төсек тартып өтеді. Жазылатын 1% болса, сол 1% менің аяужаным болатынына сенемін. Арманымның орындалуына тілектеспін деді алақанды қысып. Ал мен қолымнан келген жәрдемімді аямауға бармын. Қайткен күнде де Аяужанды жалғыз тастамауға ішімнен ант беріп, мен Шерубаймен қоштастым. Осы бір ерлік шешім көңілімді көтерді ме? Бағанағыдай емес, аяғымды ширақ басып, есікке таяй бердім. Дәл осы кезде сыртқы киім ілетін жерде тұрған екі әйелдің сөзін құлағым шалды. Біреуі қартаң келген орыс әйел, үстінде ақ халаты бар. Осы жедел жәрдемде жұрттың сыртқы киімін алып тұрушы қызметші. Шамасы аурухананың бар жаңалығының хабаршысы өзі тәрізді. Жандағы әйелге төгіле сөйлеп тұр. Қапа болмаңыз деді ол. Жандарына таяп қалған мені байқамай. Ана әйелге соқыр ішекті дәрігерлер тілмен айтқанда аппендицитті біздің жедел жәрдемде оп-оңай алып тастайды. 2 күннен кейін адам дым көрмегендей жүріп кетеді. Қызметші әйел ақылын аяр емес. Сіз қауіптенетін болсаңыз, ана Шерубай деген дәрігермен сөйлесіңіз. Сол кессін. Ол соқыршек пен жарықтың бас маманы. Қолы сондай жеңіл дейді. Операция істеген адамдарының бірде-бірі төсегінде 3 күннен артық жатып көрген емес. Дәл осы кезде сыртқы есік ашылды да, орта жасқа келген еркек екі аяқты жеңіл арбаға отырғызған аппақ қудай боп жүдеген жастау әйелді алып кірді. Резеңке дөңгелекті арбаны ақырын итеріп, үн-түнсіз ұзын коридорды бойлай кете барды. Киім алып беруші әйел арбаның соңына қарап басын шайқады. Сорлы жандар деді аяған дауыспен. Әйелі күйеуге шыққан жылы үйдің төбесінен құлап, бел омыртқасы жарақаттанып алыпты. Содан бері ері осылай арбамен. Мен хабаршының сөзінің аяғын тыңдаған жоқпын. Есіктен ата жөнелдім. Мен де осындай күйге ұшыраймын ба?